Қайырлы күн, армысыздар. Мен есімім Бағдәулет, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Жалпы өзім туралы қысқаша, мен қарапайым қой бағып өскен ауылдың қара баласымын. Менің алдағы әңгімелерімде цивилизация, тренд деген сөздердің синонимі болмауы мүмкін. Аудиторияма әзірден бастап ескерту жай ғана. Жалпы менің азат пікірімше, менің азат ойымша, әлемдегі ең көп кітап оқымайтын халық ол қазақтар. Келісесіздер ма? Білмеймін, маған бәрібір, мүмкін сіздердің өздеріңіздің пікірлеріңіз бар болатын болар. Жалпы ғұмыры кітап болған халықтың ауыз әдебиеті бүгінгі күнге дейін сақталған халықтың кітап оқып жататын уақыты болмаған. Меніңше Сабырадайдың керемет сөзі бар, әр қазақ менің жалғызым деген. Мен жалпы кітап оқымайтын қазақтарды осы немен ақтап алам. Мысалға, мынандай сөз бар, бір мақал бір кітаптың жүгін арқалайды. Бір мақал бір кітаптың жүгін арқалайды, қайталайып. Біз кітаптан алған, кітаптан түйген сөздерімізді соңында цитата ретінде жазатын болсақ, ол мақал ретіндегі оның нұсқасы міндетті түрде болады. Мен мысалға магия утран оқымағам, бірақ әкемнен ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бірісі артық деген нәрсені естіп өстім. Немесе Гарри Поттер оқып отырып ұйықтап қалғаным есімде жоқ, бірақ әкем арқамнан қағып отырып, қобыланды келеді сайменен, құлақ асқа тайменен деп иірімдермен арқамды қағып отырып ұйықтатқаны мәңгілік жадымда. Жалпы біздің ғұмырымыз осы бір мақал, бір кітаптың жүгін арқалайды деген жүйемен өтіп жатыр. Мысалға, таңертеңнен бастап тұрдан хабар келсе, ұйқыдан маза кетеді деп анам таңертең оятады. Кешке жатар алдында ұйқы тынықтырады, жұмыс шынықтырады деп әкеміз ұйықтатады деген сияқты. Бір мақал, бір кітапты аналогы болады, алмастырады деген тұжырымеге рас болатын болса, мен күніне 24 кітаптан көп оқыдым негізі онда. Сол тұжырыммен келісетін болсақ. Және де мен бір мақалға кеңінен тоқталғым келеді. Бүгінгі айтатын негізгі тақырыбымның да өзегі осы мақалдан шығады. Мақал ма, мүмкін анам айтқан жақсы сөз, мен үшін мақал деп айтпаймын. Сүймесіңді сүйесің, сүйгеніңнің кеуілі үшін дейді. Қайталайым. Сүймесіңді сүйесің, сүйгеніңнің кеуілі үшін. Бұл жерде акцент кеуіл деген сөзге, адамның көңілі деген сияқты. Бұл сөзді қандай жағдайда қайталайды? Жақындарымызға, немесе отбасымызға бір нәрсе қажеттілік туындаған кезде, мен ұнатпайтын бір нәрсені жасау керек болған кезде, үнемі осы нәрсе қайталанады. Сүймесіңді сүйесің, сүйгеніңнің кеуілі үшін деп. Енді қазір ойланып қарап отырсам, мен қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Осы нәрсе ұстаздық жолымда көбірек оралады есіме. Кішкене кезімде естіген болсам да. Жалпы сіздердің де естіп жүргендеріңіз болар. Қоғамда ұстаздар туралы қандай пікірлер бар, қандай комментарийлер бар. Сол кейбір хит парад дейміз ба, қалай айтамыз, тоқталайық. Мысалға, біреуді қарғағың келсе мұғалім бол деген бар. Мен өз құлағыммен естідім ол нәрсені. Немесе біреудің жынды баласын бағып жүресің ба, басқа мамандық таңда деген сөзде бар. Жай жұмсақ ретінде айтатын болсақ. Немесе тікелей маған айтылған комплимент емес. Негізі мұғалім емес, бір теңгез ба, Қазақмұнайгаз ба, бір жерде жасайтын жігітсің ғой, просто мұғалім болып жүрсің деген пікірді де естідім. Бұл біздің қазіргі қоғамдағы шынайы пікір, мұғалім туралы. Мен ешқайдан қосып атқан жоқпын. Жалпы универ қабырғасында ғұмыры портфель арқалап, ұстаздық мінберде өткен Серікқали Шарабасов деген ұстазымыз болды. Сол кісі бізді Сараманға, практикаға аттандырып тұрып айтқаны, сендер ғимарат салып жатқан жоқсыңдар, сендер сурет салып жатқан жоқсыңдар, сендер қоғамның іргетасын қалап жатырсыңдар. Сендерден қате кетсе, ертең қоғамнан қате кетеді. Ұстаздық жөніндегі ұлы айтқан сөзі сол болды. Ол өмірлік бір девиз сияқты, ұран сияқты сөз мен үшін. Соны көңілге тоқыдық. Жалпы бұл пікірді не үшін айтып жатырмыз? Мұғалімдік, ұстаздық қазіргі уақытта көп талқыланатын нәрсе, көп айтылатын нәрсе, мүмкін жаттанды нәрсе болуы мүмкін кейбіреулеріңізге. Бірақ та ұлт зиялылары, алаш зиялыларының уақытында мынандай бір челлендж болған. Мысалға, Мағжан Жұмабаев білесіздер, педагогика деген еңбегі бар. Біз бірақ оны ақындығымен танимыз. Түркістан өлеңі бар, басқа өлеңі бар. Немесе Әлихан Бөкейхановтың да еңбектері бар, өзінің атқарған саласынан тыс
Міржақып Дулатовтың психология туралы еңбегі, немесе Жүсіпбек Аймауытовтың математика туралы еңбегі. Егер терең ойланып қарайтын болсақ, бұл кісілерге ол сала не үшін қажет болды? Сол уақытта қазақтың бір қабырғасын тіктеу мақсатында, құлаған ғылымын тікейту мақсатында осындай істермен айналысуға тура керек болды. Меніңше, қазіргі уақытта мұғалімдікте сондай бір челленджге, сондай бір бастамаға мұқтаж. Мысалға, өздеріңіз байқаған боларсыздар, кез келген мектепке кірген болсаңыздар, қабырғасында әдемі жазу тұрады. 6 алаштың баласының басы қосылса, 4 мұғалімдікі. Бұл Мағжанның педагогика кітабындағы алғы сөз тарту ретінде. Бірақ сол алғы сөздің алдында бір сөз бар. Қазақтың жаны да, қаны да жолбасшысы ол мұғалім деген. Меніңше, төрдегі орын мұғалім дегеннен осы сөз қасиеттірек сияқты. Өйткені қазақтың қаны бір, жаны бір жолбасшысы ол мұғалім. Қан, жан деген нәрсе біз тірі кезде мәңгі бізде, біз өмірден өткеннен кейін ол нәрсе кетеді. Яғни мұғалімдік бізге өмір бойы қажет деген нәрсе. Жалпы осы ұстаз болу челленджін негізі әр адам өмірінде бір қолданып көру қажет деп ойлаймын. Манағы әңгімемнің басындағы сүймесіңді сүйесің, сүйгеніңнің күйеулі деген нәрсеге осы жерде тұздық болады деп ойлаймын. Мысалға, мен ұстаздықты қатты ұнатпаймын, негізі шыны керек болса. Кейбір адамдар айтып жатады, ұстаздық менің сүйікті мамандығым деп. Мен ішімнен сәл күмән келтіремін, негізі ұстаздық сүйікті мамандық бола алмайтын сияқты. Өйткені мысалға, сен салған ғимарат онша емес салыну мүмкін, бірақ оны қиратуға болады. Сен салған сурет көріксіз көрінуі мүмкін, оны өртеуге болады. Бірақ сен тәрбиелеген адам егер қоғамның бір басқа теріс бағытындағы кететін болса, ол сенен кеткен қателік, бұл жерде жауапкершілік алдыға шығады деген ойдамын. Жалпы, сөзімді қорытындылайтын болсам, өмірімде осыдан бір жылдан астам уақыт бұрын оқиға болды. Дүниеге ұлым келді, сәбиім қуанышты, әрбір ер азамат қуанады ғой келген кезде. Уақыт сана өсіп жатыр. Бір уақытта сол сәбиім ауырды. Енді әр адамның өміріне болатын жағдай, сырқаттанып қалды. Ал менде жүрегімде тыныштық жоқ. Мысалы, оны уайымдап жатырмын. Енді кейін өзіме сүзгіден өткіземін өзімді. Өмірлік жағдай ғой, әрқайсымыздың жақынымыз ауырады, анамыз, әкеміз, бауырымыз деген сияқты. Мен солардың барлығын санамалап, қайсысы мен үшін ауырлау деп ойлайтын болсам, кішкентай баламдікі екен. Білмеймін, кейде енді мүмкін 200-іміз бе, әкемізді, анамызды жақсы көреміз деп айтамыз ғой. Бірақ дүниеге жаңа ғана келген бала оның барлығын басып кетті. Кейін осы сезімімді бір ағаммен бөлісіп отырсам, айтады, балаңның жанашыры, қамқоршысы жоқ қой сенен басқа. Сол үшін ол сенің жүрегіңде бірінші орында тұрған сезім. Енді мен бұл нәрсені айтқым келіп отырғаны, қазіргі қоғамда ұстаздық деген қасиетті міндетке, ұлы міндетке осындай қоғам болып жанашырлық қажет. Қоғам болып жанашу, қамқорлық қажет деген ойдамын. Тыңдағандарыңызға рахмет, сәттілік.